Бұл омыртқа бағанасы. Барлықтарыңыз білетіндей, адам организмінде омыртқалар тек қана тірек қызметін ғана атқарып қоймай, сонымен қатар белімізді, арқамызды бүгу сияқты маңызды қызметтерде негізгі рөлді атқарады. Омыртқаларға осындай иілгіштікті не береді? Сонымен қатар олардың арасындағы байланыс қалай жүзеге асырылады? Яғни омыртқалар бір-бірімен қалай байланысады? Осы сұрақтарға жауап іздеп көрейік. Ал бұл сұрақтың жауабы омыртқалардың арасында орналасқан, яғни омыртқаралық дисктер. Омыртқаралық дисктер омыртқалардың арасында орналасып, оларға амортизация қызметін атқарады, яғни қажалуды болдырмайды және де қимыл қозғалысты жеңілдетеді. Кез келген омыртқаралық диск фиброзды сақинадан және де ядродан тұрады. Фиброзды сақина бұл ядроның сыртынан қоршап тұратын, оны қорғап тұратын тығыз құрылым, ал ядро болса керісінше серпімді, жұмсақ құрылым болып табылады. Жалпы осы омыртқаралық дисктің патологиялық өзгерістерін дисктер дегенерациясы деген ортақ атпен атайды. Соның ішіне протрузия мен грыжаны да қоссақ болады. Протрузия мен грыжаны көп адамдар шатастырып жатады. Протрузия дегеніміз ол ядроның фиброзды сақинада біраз кіруі фиброзды сақинаға, бірақ та әлі оның ішінде орналасуы суретте жақсы көрсетілген. Ал грыжа дегеніміз ол фиброзды сақинаның жыртылып кетіп, ішіндегі ядроның фиброзды сақинадан былайша айтқанда, қарапайым тілмен айтқанда, шығып кетуі. Анимацияда көріп тұрғандарыңыздай, протрузия жұлынның нервін қысып қалады. Осылайша сол нервтің өз жұмысын атқарып мүшелер мен тіндерде әртүрлі симптомдар пайда болады. Бірінші симптом болып арқадағы созылмалы ауру сезімі болып табылады. Протрузия мен грыжа кезінде ауру сезімінің жауырынға, шүйде аймағына, қол мен аяққа берілуі байқалады. Бұлшықеттердегі әлсіздік. Омыртқа аралық дискілердің патологиясы бар адамдарда жиі байқалатын симптомдардың бірі. Келесі үшінші негізгі симптом ол қол мен аяқтардың ұйып қалуы. Әсіресе қол мен аяқтың жиі әрі ұзақ уақыт ұйып қалуы омыртқа аралық дискілердің зақымдануының белгісі болып табылады. Омыртқа аралық дисктердің құрылысының өзгеруі олардың қоректенуінің бұзылуынан да болуы мүмкін. Ал олардың қоректенуі ағзадағы зат алмасуға тәуелді екенін білеміз. Яғни зат алмасудың бұзылуы өз кезегінде омыртқа аралық дисктердің де бұзылыстарына алып келуі мүмкін. Зат алмасудың бұзылуына алып келетін жиі себептер олар дұрыс тамақтанбау және эндокриндік жүйенің бұзылыстары. Дұрыс емес осанка. Арқаны тік ұстамау омыртқаралық дискілердің қалпында, құрылысында әртүрлі өзгерістерді шақыруы мүмкін. Травмалар. Сыртқы белгілі бір күштің әсерінен омыртқаралық дискілер және омыртқалар зақымдалуы мүмкін. Физикалық күштің шамадан тыс түсуі. Омыртқалар мен омыртқа аралық дискілер өте берік құрылымдар. Бірақ әрине оларға шамадан тыс күш түсу олар үшін өте қауіпті. Бұл физикалық белсенділіктің мүлде болмауы керек деген сөз емес. Қозғалыстың аз болуы да омыртқаларға өте зиян. Себебі қозғалыстың болмауы арқа бұлшықеттерінің әлсізденуіне алып келеді. Ал олар өз кезегінде омыртқалардың айналасында орналасып, кейбіреулері омыртқаларға бекінеді. Бұлшықеттердің әлсізденуі омыртқалардың орналасу қалпы мен олардың құрылысына зиянды әсер келтіреді. Осымен видео аяқталды. Сіздермен бірге болған мен Шарықталы Заңғар. Видео ұнаса лайк басыңыздар. Ең бастысы білімдеріңіз күнделікті шарықтасын.